Жануарлардың барлығы дерлік ұлпалардан тұрады. Ұлпалар құрылымы жағынан ұқсас және белгілі бір қызмет атқару үшін бірігіп жұмыс жасайтын жасушалар тобы. Жануарлардың ұлпалары 4 негізгі түрге топтастырылады: эпителий, жүйке, бұлшықет және дәнекер ұлпалары. Алдымен эпителий ұлпасын қарастырайық. Бұл ұлпа жануар денесінің ішін және сыртын қаптап қорғайды. Эпителий ұлпасы жасушалардың пішіні мен қызметіне қарай қарапайым жалпақ, көп қабатты жалпақ, бағаналы және текше тәрізді эпителийлерге бөлінеді. Қарапайым жалпақ эпителий альвеолалардың шырышты қабатында орналасқан және мембран арқылы ұсақ молекулалардың тасымалдануын қамтамасыз етеді. Ол өте жұқа, тегіс және бір қабатты. Көп қабатты жалпақ эпителий тозуға, қажалуға ұшыраған аймақтардан қорғайды және теріде кездеседі. Ол көп қабатты. Бағаналы эпителий ағзаға енуі мүмкін кез келген бактерияға қарсы тосқауыл ретінде әрекет етеді, бірақ қажетті иондарды өткізеді. Пішіні бағана тәрізді. Текше тәрізді эпителий сіңіруге жағдай жасайды және механикалық қызмет атқарады. Бүйрек өзекшелерінің және сілекей бездерінің өзектерінің ішкі қабатын түзеді. Ұлпаның келесі түрі жүйке жасушасы немесе нейроннан тұратын жүйке ұлпасы. Жасуша кеңейіп, дендриттер мен аксондар деп аталатын арнайы жасушалық бөліктерді құрайды. Бұл инені ұстағанда қолыңызды тартуға көмектесетін жүйке жасушалары. Бұл қалай болды? Жүйке жасушалары ақпараттарды тасымалдайды. Яғни дендриттер сигналдарды жасуша денесіне өткізеді, ал аксон ақпаратты басқа жасушаның дендритіне береді. Бұл жүйке импульстары біз қалаған кезде бұлшықеттерімізді қозғалтуға мүмкіндік береді. Осылайша қолымызды тартып қаламыз. Ми, жұлын, жүйке нервтер барлығы жүйке ұлпасынан тұрады. Ұлпалардың үшінші түрі бұл біздің денеміздегі қозғалысқа жауап беретін бұлшықет ұлпалары. Бұлшықет ұлпасының 3 түрі қаңқаның көлденең жолақтысы, бірыңғай салалы тегіс және жүректің көлденең жолақты бұлшықеттері жатады. Қаңқа бұлшықеттері қозғалуға және дененің басқа ерікті қозғалыстарына көмектеседі. Ол ала ашық тұйық жолақтардан тұрады. Сондықтан қаңқа бұлшықеттерін көлденең жолақты бұлшықеттер деп те атайды. Бірыңғай салалы тегіс бұлшықет жасушалары ішкі мүшелердің еріксіз жиырылуы сияқты қозғалыстарды қамтамасыз етеді. Олар қуыс мүше құрылымдарының қабырғаларын төсейді. Тегіс бұлшықет жасушалары ішек пен тамырларда, қуықта, жатырда кездеседі. Олар ұршық тәрізді, жалпақ, екі ұшы сүйірленген. Жүрек бұлшықеттері өмір бойы жиырылып, босансып тұратын еріксіз бұлшықет жасушалары. Олар цилиндрлік, тармақталған және бір ядролы болып келеді. Біз қарастыратын соңғы ұлпа дене бөліктерін байланыстыратын, тіреу болатын және заттарды тасымалдайтын дәнекер ұлпасы. Дәнекер ұлпасы қан, сүйек, байлам, шеміршек, ареола және май ұлпалар болып бөлінеді. Қанның құрамында эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер бар. Олар газдарды және басқа заттарды дененің әртүрлі бөліктеріне тасымалдайды. Қан сұйық дәнекер ұлпасы болып табылады. Сүйек жасушалары сүйектерді нығайтып, дененің негізгі мүшелерін тіреу қызметімен қамтамасыз ететін кальцийді бөледі. Сүйек жасушалары қатты дәнекер ұлпасы. Байламдар сүйектерді байланыстыру қызметін атқарады. Олар талшықты және серпімді болып келеді. Шеміршек сүйектерді бір-біріне үйкелуінен, қажалуынан қорғайды. Бұл қатты, бірақ иілгіш ұлпа болып табылады. Ареола мүшелердің ішіндегі кеңістікті толтырады. Ол гель тәрізді, серпімді және серпімді емес талшықтарынан тұрады. Май ұлпалары май молекулаларын сақтайды. Құрметті оқушылар, ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.